Егер сіздерге құпия бөлмеден аман шықсаң, $10,000 сыйақы берем деген ұсыныс түссе, барар ма едіңіз? Бұйра шашты қыз оқымысты студент. Көп ешкіммен араласа бермейді. Сабақ аяқталар кезде мұғалім оған достармен араласып орта табуға ақыл айтады. Жатақханада оған бір қара қорапты сыйлық келеді. Одан басқа тағы 5 адамға да дәл осы сый барады. Олар бизнесмен, арақкеш, сақалды көлік жүргізушісі және ойын шебері Төрткөз, сонымен қатар әскери сары қыз. Әркімнің қара қорабында аттары жазылған және шақыру билеттері бар. Онда сізді құпия бөлмеден қашу ойынына жолдама алғаныңызбен құттықтаймыз. Жеңімпазға $10,000 сыйақы беріледі деп жазылған. Жеңіл жолмен табылатын ақшаға қызығып жазылған адреске барады бәрі. Алтауы түгелденгенде күте тұрыңдар, ойын сәлінен кейін басталады деп хабарландыру айтылады. Төрткөз ойын құмар болғандықтан бұл әлемдегі ең керемет құпия бөлме деген сыбыс естіген екен. Қазір ұйымдастырушы келіп бізге ойын шартын түсіндіреді деп әңгімелесіп күтіп отырғандарына біраз уақыт өтеді. Арақкеш сыртқа темекі шегуге шықпақшы болып тұтқаны жұлып алады. Орны градус көрсетілген құлып. Олар ойының басталып кеткен енді түсінді. Есіктен шығу үшін бөлмеден подсказка табулары керек. Сақалы кітаптан отвертка тауып алады. Бұйра шаш кітаптың сыртынан 451 санын көріп, оны құлыпқа енгізеді. Сөйтсе төбеден ток пеш іске қосылып кетеді. Арақкеш өрт сөндіргішпен есікті бұзбақшы болса, оның пластмасс екенін байқап, лақтырып жібергенде қабырғалардан да ток пеш қосылып, бөлме баняға айналып барады. Кенет оқымызды бұйра шаш өрт сөндіргіштен кілт байқап, онымен терезені ашып, іштегі отырған манекен екенін көреді. Не істерін білмей тұрғанда барлық терезелер жабылып, тағы біраз токпештер іске қосылады. Енді олар баня емес духовкада тұрғандай сезінеді. Температура көтеріліп бара жатыр. Әлсіреп бара жатқанда әскери қыз бір стакан су ішеді. Бұйра шаш қабырғадағы стакан төсегіш деген сөзге көзі шалып қалады. 6 стакан төсегішті бірге басса, қабырғада шығар жол ашылады екен. Бизнесмен алдымен кіріп ішін байқайды. Сақалды отверткамен артынан барып темір торды ашуға көмектеседі. Үшінші болып әскери қыз қуыс жолға кіргенде атыс алаңдағы өрт есіне түсіп, талықсып барады. Оқымысты бұйра шаш стакандағы су толтырып, оларды төсегішке қойып, қол аяқтарын босатып ішке қарай кіреді. Төбедегі пештерден от шығып бастағанда, ең соңында қалған Арақкеш пен Төрткөз су толтырып әлек. Бірақ бағана бір стакан суды сары шаш ішіп қойғандықтан Арақкеш қалтасындағы ішімдікті құйып, дер кезінде қуысқа кіріп, жаны аман қалады. Пешті бөлмеден қашып шыққан алтауы ағаш үйге тап болады. Оның есігінде әріптерден ашылатын құлып тұр. Қабырғада «Сен тарихқа жазыласың» деген сөзді көрген ойыншылар президенттердің аттарын шетінен тізіп шығады. Арақкеш бұғының мүйізіне қарап тұрып, кезінде достармен мас күйінде көлік жүргізіп бара жатқанда айтқан әндерінде осы сөз бар екені есіне түсіп, әннің атын айтып, құлыпты ашады. Сыртқа шықса үскірік аяз, суық жел ұрып тұр. Ағаш үйдің есігі де жабылып қалды. Арақкеш темекі шегіп бастағаны солақ екен, жақтыртпаған сары шаш оны алысқа баршы деп қуып жібереді. Кетіп бара жатқанда бір аяғы көлдегі тесікке кіріп кетеді. Бизнесмен бір есік тауып алды, бірақ ашатын кілт жоқ. Сақалды ағаштан қармақ, ал сары шаш қызыл киімді тауып алды. Бірақ 6 адамға бір киім қайдан жетсін? Амалсыз кезектесіп киюлері керек. Бұйра шаш қалтасынан компас байқап, оның көмегімен ақ аюдың аузынан магнит тауып алды. Тапқан заттарымен су астынан мұзға оранған кілт алып шығады. Мұзды ұрса да сындыра алмай, Арақкештің зажигалкасын сұрайды. Жаңа қуып жіберген сары шашқа ренжіген ол, зажигалканы көл ортасына қарай лақтырып береді. Төрткөз барып алмақшы болғанда көлге түсіп кетеді. Бәрі жанталасып, оны іздеусе де ізін көл бетінен таппай қояды. Сөйтіп, ойыннан ең бірінші болып Төрткөз өліммен шығады. Қалғандары естерін жинап, тірі қалу үшін дене жылуымен мұзды ерітіп, кілтті алмақшы болады. Біраз уақыттардан кейін күн батқанда
Әрең мұзды ерітіп, кілтпен есікті ашып, үшінші құпия бөлмеге кіреді. Бұл төңкерілген бильярд клубы. Қоңыраулатып тұрған телефонды алғанда, құлақ тесер дауыс шығып, жағымсыз музыка қойылып бастайды. Есікті тапқан бизнесмен тұтқаның жоқ екенін, ал сақалды үстелде қара 8 номерлі шар жоқ екенін байқайды. Аяқ астынан жер құлап бастағанда, бәрі аяқтарын жерден алып қашады. Әскери қыз бильярд үстелден 8 номерлі шар іздеп жүргенде сейф тауып алады. Бюрошашта бос тұрмай қабырғадағы пазлдан сейфтің ашатын 9810 сандарын табады. Бірақ бұл қате пароль болып шығады. Жер төменге құлап барады. Бюрошаш құлап түсіп, есінен танып қалады. Сол кезде анасымен ұшақта апатқа ұшырап, қазіргідей төңкеріліп тұрғаны есіне түсіп, сейфтің паролі да керісінше жазылуы керек деп ойлайды. Бұл жолы дәл тауып сейфтің есігін ашып, ішіндегі қара шарды алып шығады. Әскери қыз жағалап бара жатқанда, қалтасынан шар жерге түседі. Сонымен ғана есік ашылатын болғандықтан, қыз секіріп түсіп, шарды дереу бизнесменге лақтырып беріп, өзі телефонның сымын ұстап қалады. Бірақ әлі кеткен қыз бәрібір шыдай алмай құлап кетеді. Қалған төртеуі келесі бөлмеге кіреді. Ол өздерінің кезінде ауруханада жатқан бөлмелеріндей жасалыпты. Сөйтсе, ойынға қатысқан алтауы да кезінде апаттардан аман қалған жалғыз адам болған екен. Бизнесмен досымен бірге теңізден шыға алмай, бір қызыл сырт киімге таласып аман қалған екен. Сақалды шахта апатынан сау шыққан бірден-бір адам болыпты. Төрткөз үйінде бәрі газға тұншығып, одан басқасы қайтыс болған екен. Ойын ұйымдастырушысының мақсаты апаттардан аман қалғандардың ішінде кім жеңетінін білу. 5 минуттық кері санау уақыты басталды. Ашуға мінген бюрошаш камералардың бәрін сындырып жатқанда, басқалары 3 рентген суретін тауып алады. Онда 3 түрлі бейне көрсетілген. Мағынасы EKG өлшегіш екен. Онымен жоғары жүрек соқтығысына жету керек деп түсініп, бизнесмен сақалдыны токпен соғады. Бірақ одан пайда жоқ. Ал сақалды сол жерден жан тапсырады. Уақыт аяқталды. Улы газ ішке кіре бастағанда, бизнесмен төменгі жүрек соқтығысыменен ойынды жеңіп шығады. Бюрошаш болса талып қалды. Арақкеш пен бизнесмен екеуі келесі бөлмеге кіріп, жасырын есікті ашқанда, бастары айналып бастайды. Уытын қайтаратын уколды алдымен арақкеш тауып алғанымен, бизнесмен екеуі жалғыз уколға таласып, соңында ол бизнесменді талдырып, келесі бөлмеге кіреді. Шығар есікті байқап, сонымен әлек болып тұрғанда, қабырғалар оған қарай жақындай бастайды. Бар миын іске қосса да, құпияны аша алмай, соңында пештің ішіне тығылып сау қалады. Сыртқа шықса, түсірілім алаңы екен. Режиссерден сыйақыны сұраса, ол ойын шартын бұздың деп оны қылқындырып, өлтіргелі тұрғанда, бюрошаш артынан атып, оны өлтіреді. Сөйтсе, ол өтірік талып қалған екен. Құлыққа басып, ұйымдастырушыларды алдап қашқан. Аман шыққан екеуі полицияға хабарлайды. Бірақ олар келгенде құрылыстан ештеңе байқамады. Бюрошаш пен арақкеш енді бірігіп, қылмыстық істің артын өз күштерімен зерттемекші болады. Кино ұнаса, қазақша кинокөр арнасына тіркеліп, лайк басып пікір қалдырыңыздар.